Мен халықтың жобасымын. Мен қазағымның жобасымын. Бірінші, Ақорда жобасы дейді мені. Мен әкем мен шешемнің жобасымын. Не болып кетті өзі? Мына кісі Ақорданың жобасы ма, халықтың ба, или ата-анасының ба? Менің артымда халық бар. Біздің таңдауымыз Қосановты қолдаймыз. Енді бәрі сайлаушының қолында. Алаш жұртым, өз ұлыңа дауыс бер. Біздің таңдауымыз Амыржан Қосанов. Билікке сен менің дауысымды ұрладың деп айту үшін бізде фактілер керек. Сондай бізде мағлұматтар, мәліметтер болатын болса, біз сөзсіз биліктің алдына талапты қоямыз. Сөзсіз көзін бадырайтып тұрып, біз оған сол фактілерді көрсетеміз. Ер азамат ешқашан екі рет сөйлемейді. Мен сіздерге уәде бердім, халық қайда болады, мен сондамын. Амыржан Қосанов 200-ді көп өтірік айтатын, ойнайтын адам. Бізді алдап кетті. 50 штук протоколов вы заранее подписали, когда к вам еще избиратели не обратились. Есть, алты бюллетенді мына кісі Подписаны пачки, не выданные избирателям за подписью. Вот, пожалуйста, считайте. Нағыз митинг, мыңдаған, 10 мыңдаған адам шығатын кездегі митинг болады. Мен соның басқасында жүруге дайынмын. Почему вы хватаете мирных людей? Почему? Посмотрите, это старый человек, вы что делаете? Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты балама пікірге, сыни пікірге төзгінді болу туралы ойларын қолдай отырып, осы жеңісімен құттықтаймын. Халықтан кетіп издеваться етуге болмайды ғой. Біздің қазір енгізіп отырған таблицамыз бойынша 70% айқындықпен Қосанов жеңіп келе жатыр. Нақты результат шықпай жатып, оны әлі мойындауға болмайды. Бізде жеңіс. Саған сендік қой. Сенгеніміз осы ма? Бірінші мына дүниеде мен жабатым, ана дүниеде ертең күні. Құдай осылай жақсын бұны. Ең бірінші, мен бір тіземді бүгіп, сенімін ақтай алмаған халықтан кешірім сұрағым келеді. Бізде, бәріміз! Енді алдандым, сіздер де алдандыңыздар. Аллаға сенем. Сенбеймін бірақ адамға. Ешқандай есімде ауытқушылық табылған жоқ. Сау екенмін, ойлау жүйемде дұрыс екен, логикам да бар екен.